Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. 68-ші сабақ. Бірінші тапсырмаға қарайық. Өзің тұратын өлкеде қандай кәсіпорындар барын білесің бе? Олар не өндіреді? Бірдей шамалар арасындағы сәйкестікті айқында. Сонда сен Қазақстанда ірі астық және бұршақ тұқымдас дақылдарды өндірушілер қайда орналасқанын білетін боласың. Яғни қарайық. Бірінші Манкент 70 гектар. Енді қарайық кәнеке. 70 гектар дегеніміз ол бізде 700 000 метр квадрат. Сонда ол бізде Манкент 1, Түркістан облысы Манкент ауылында. Келесі, қарайық, 700 сантиметр квадрат, тем болады 7 дециметр квадрат. Яғни Арыстан өндіру кешені ол Қостанай облысы Сарыкөл кентінде орналасқан. 7 километр квадрат, тем болады 7 миллион метр квадрат. Ряжская кәсіпорны Қостанай облысы Ұзынкөл ауылында орналасқан. Және де 70 000 сантиметр квадрат, ол 7 метр квадрат, яғни Карл Маркс атындағы кәсіпорын Қостанай облысы Озерное ауылында. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Есепті оқы, есепті шығару жоспарына қара, оны шығар. Аймақта тігін фабрикасы бар. Балалар осы фабрикаға саяхат жасады. Олар шалбар мен кофтаның әрқайсына бірдей мөлшерде мата жұмсалатынын білді. Сол күні 8 шалбар, 5 кофта тігілді. Кофтаға қарағанда шалбарға 6 метр мата артық жұмсалған болса, онда тігілген барлық шалбар мен кофтаның әрқайсына қанша метр мата кетті. Енді қарайық, сонымен 8 шалбар бізде және 5 кофта болды. Бірақ шалбарға 6 метр артық кетті, я? Ендеше қанша шалбар артық тігілген табуымыз керекпіз. Ол үшін 8-ден 5 азайтамыз. Тем болады 3. Енді оған 6 метр артық кетті. 6-ны 3-ке бөлеміз. Тем болады 2 метр. Сонда бір киімге, яғни бір шалбарға 2 метр мата кетті. Бірақ шалбар мен күртеге, кофтаға бірдей мөлшерде мата кеткен екен. Енді жеке-жеке табайық. Сонымен 8 шалбарды көбейтеміз 2-ге, тем болады 16 метр. 5 күртені, яғни 5 кофтаны көбейтеміз 2-ге, тем болады 10 метр. Сонда жауабы 8 шалбарға 16 метр, 5 кофтаға 10 метр мата жұмсалады. Есіңде сақта. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты 3 шамадан тұрады. Мұнда есептердің шартында бір шаманың екі мәннің айырмасы берілген. Ізделініп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа екі белгілі шаманың айырмасын табу керек. Келесі үшінші тапсырма. Түркістан облысында мақта-мата комбинаты бар. Онда жібек, мақта, тоқыма және басқа да маталар шығарылады. Тігінші бірдей бағада 3 метр жібек және 5 метр тоқыма мата сатып алды. Жібек матаға қарағанда тоқыма матаға 1200 теңге артық төленген болса, жібек және тоқыма маталардың әр қайсына қанша теңге төленген? Енді есептейміз. Сонымен саны 5 метр және 3 метр, бірақ бағасы бірдей. 5-тен 3 азайтамыз, тем болады 2 метр. Себебі 1200 теңге артық. Сонымен 1200-ді 2-ке бөлеміз, тем болады 600 теңге. Сонда 1 метр мата 600 теңге тұрады. Енді әр қайсын жеке-жеке тауып көрейік. Сонымен жібек 3 метр, 3-ті 600-ге көбейтеміз, 1800 теңге. Тоқыма 5 метр көбейтеміз 600-ге, тем болады 3000 теңге. Жауабы 3 метр жібек мата үшін 1800 теңге, 5 метр тоқыма мата үшін 3000 теңге төленді. Төртінші тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар.
Жатын бөлме 5 метр, қонақ бөлме 7 метр. Ендері олардың бірдей. Енді ауданын қарайтын болса, жатын бөлменің ауданы дейді 8 метр квадратқа кем дейді. Яғни қонақ бөлмеге қарағанда. Енді есептеп көрейік сонымен. 7-ден 5 азайтамыз, тең болады 2 метр. 8 метр квадратты бөлеміз 2-ге, тең болады 4 метр. Сонда бөлмелердің ені бізде 4 метр екен. 5-ті көбейтеміз 4-ге, себебі ені 4 қой, 20 метр квадрат, сонда жатын бөлменің ауданы. Ал қонақ бөлмені 7-ні 4-ге көбейтеміз 28 метр квадрат. Жауабы жатын бөлменің ауданы 20 метр квадрат, қонақ бөлменің ауданы 28 метр квадрат. 5-ші тапсырма есепті шығар. Дүкенде бірдей бағада қарындаш пен қалам сатылды. Қарындаш үшін дүкенге 1680 теңге, қалам үшін 910 теңге төленді. Қарындашқа қарағанда 11 дана қалам кем сатылған болса, онда неше қалам және неше қарындаш сатылған? Енді қарайық, сонымен 1680 теңге қарындаш үшін төленді, ал қалам үшін 910. 1680-нен 910 азайтамыз, тең болады 770 теңге. Яғни бұл 11 дана үшін. 770-ті бөлеміз 11-ге, тең болады 70 теңге. Сонда бір заттың бағасы бізде 70 теңге екен. Енді әр қайсысын жеке-жеке табайық. 1680-ді бөлеміз 70-ге, 24 дана қарындаш. Және 910-ды 70-ге бөлеміз, тең болады 13 қалам. Жауабы 24 қарындаш және 13 қалам сатылған. 6-шы тапсырма. Бірдей тауарлардың массасы мен құнын салыстыр. Ойлан, А немесе Б бөлімінің тауарларының қайсысын алған тиімдірек? Яғни қараңыздар, А бөлім берілген және Б бөлімі. Енді есептеп көрейік. Сонымен А бөлімі массасы 100 грамм, қосылған 60 грамм, қосылған 250 грамм, қосылған 100 грамм. Тең болады 510 грамм. Яғни оның құны 370 теңге. Енді Б бөлімін қарайық. 100 грамм, яғни егер оған 60 грамм, оған 250 грамм және 100 грамм. Тең болады 510 грамм. Құны бізде қанша болады сонда? Құны 375 теңге. Енді салыстыратын болсақ, А бөлімінің тауарларын алған тиімдірек. Түсінікті ғой? Яғни неге балалар, қараңыздар, оны қалай есептеуге болады? Яғни біріншісінде бізде 100 грамм картоп, шырын 50 теңге тұрады. Ал екіншісінде 50 грамм 40 теңге. Көрдіңіздер ме? Яғни сонымен салыстыра келе А бөлімінің тауарларын алған тиімдірек. 7-ші тапсырма. 2, 6, 0, 3 цифрларынан тұратын және төмендегі шарттарға сәйкес 2 таңбалы және 3 таңбалы және неше сан жазуға болатынын тап. Санды жазғанда бірдей цифрларды қолдануға болмайды. Ондықтардың саны 3-тен артық немесе 3-ге тең. Түсінікті ғой? Енді қарайық, 2 таңбалы сандар 30, 36, 32, 63, 60, 62. Ал 3 таңбалы сандарды көрейік. 630, 632, 230, 236, 360, 362, 260, 263. 8-ші тапсырма, үй тапсырмасы. Бөшкені суға толтыру үшін әкесі 7 шелек, ал ұлы дәл сондай 5 шелек су әкелді. Егер әкесі 16 литр су артық әкелген болса, онда әкесі мен ұлының әр қайсысы неше литр су әкелген? Ол үшін 7-ден 5 азайтамыз, 2, 16-ны 2-ге бөлеміз, тең болады 8 литр. Енді сонда бір шелекте бізде 8 литр су бар екен. Әкесі 7 шелек әкелді, 7-ні 8-ге бөлеміз 56 литр. Баласы 5 шелек, 5-ті 8-ге бөлеміз 40 литр. Сонда жауабы әкесі 56 литр су, ұлы 40 литр су әкелген. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.